біз конституциялық комиссия құрамында болғандықтан өзгерістер мен толықтыруларға білікті заңгерлер, тәжірибелі қайраткерлер, айтары бар түрлі саланың жауапты мамандары қатысқанын өз көзімізбен көрдік. Олар болды. Әр бап сараптаудан өтті. Конституцияның кіріспесі мейлінше талқыланды. Мұны бұрынғы нұсқамен салыстырып бағамдауға мүмкіндік бар. Атап айтсам, мемлекеттілікті нығайту деп жазылды. Оны білесіздер, мемлекеттік құра отырып деді. Мыңжылдық тарих сабақтастығын сақтау туралы айтылды. Шекара мен ел аумағы тұтастығы туралы айтылды. Әділеттіліктің жолы бағамдалды. Мәдениет, білім, ғылым құндылығы нақтыланды. Табиғатты аялау мәселесі тағы басқа елімізге қажетті, елдігімізге қажетті қаншама жақсы ойлар айтылды. Сонымен бірге 3-ші бапта Қазақстан Республикасы қызметінің негізгі құраушы қағидаттары қатарында егемендік пен тәуелсіздікті қорғау, төл мәдениетті қолдау. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы адам капиталын, білімді, ғылымды, инновацияны дамытуда мемлекеттік қызметінің стратегиялық бағыты деп танитыны жазылды. Ең алдымен адам құқығын қорғау мақсаты деп ішінде көрсетілген, ол үлкен жетістік деп санаймын. Екіншіден, осы қазақтың халқының қазақ жеріндегі байырғы мемлекеттердің традициясын ары қарай да арттырып, ары қарай да сақтау керек деп көрсеткен, ол да үлкен жетістік деп санаймын. Енді келетін болсақ, мемлекеттік орган бір палаталы парламент, ол мәселе бірталай уақыттан бері көтеріп жатыр, заңгерлер, ғалымдар айтып жатты оны. Ал екіншіден, осы құрылтай деп атау менің ойымша өте батыл, өте жақсы, қазақ халқының өзінің рухын көрсететін атау деп ойлаймын, құрылтай.